Сол ерденің сөзінің жаны бар. Жастар ұйымының төрағасы. Мен әбекенмен де қатты қалжыңдасатынмын. Кәдімгі құрдасындай қалжыңдасып. Содан әлгі бүкіл қорғатқан шәкірттерінің тізімін әдемі тізіп қойған 20, 30, 40, 70, 80 соны көрсетеді. Сосын әбеке деймін, тағы бір тізіміңіз бар ғой, көрсетсеңізші деймін. Ой, жүгірін оқып жолы деп ұрсады маған. Мен әбекенің қамқоршылығын өте жақсы көрген адамын. Менің жұтылып кетейін деп тұрған жерімде мені аман алып барған осы әбекен болады. Егер сол әбекен болмағанда менің мына жерде бүгін тұрар тұрмасым өзіне бір белгісіз жағдай айналды. Мынау өзбектерге күлеміз. Әліпбиін 15 жылда 2 рет өзгертті деп. Біз 1 жылда 3 рет өзгерттік. Енді 4-ші рет өзгертейік деп отырмыз. Мұны айтып отырған себебім, Алла Тағала әбекенге тағы да бір ел болмағанда 2-3 жыл өмір бергенде, мынандай әліпби айтыс болмайтын еді. Оның бәрін беретін жөнін әбекеннің өзі бітіріп беретін еді. Әбекеннің машинке басқанын көрсеңіздер, бір саусағымен басатын бар. Осы бір саусағымен теріп, әлгі мына қазір неде тұр ғой, бөлмеде қыздарда қолында тұр. Аны қаттаулы дүниенің бәрін әбекен сол бір саусағымен басып жинаған дүние, дайындаған дүниесі болады. Енді әбекеннің ғылымы туралы осында сөйлеушілер жақсы айтты. Менен тек жаңағы есімде қалған осындай бір-екі естелік ретінде әңгімені аяқтайын деп отырмын. Енді әбекен алдында бәрімізді қарыздармыз. Қолдан келген еңбекті аянбаймыз. Жаңа ұсыныстар жасалып жатыр. Сол ұсыныстардың бәріне қатысамыз. Аманшылық болсын.